Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Қазіргі таңда технологиялардың дамығаны соншалықты өміріміздің бір бөлігін айналды. Олар жұмыстарымызды жеңілдетіп, уақытымызды көңілді өткізіп қана қоймастан өмірімізді құтқарып жатыр. Ендеше сіздерге адам өмірін құтқарып қалған гаджеттер жайлы айтатын боламыз. жылы Лянчжоу қаласында болған оқиғадан бастайын. Бұл жерде 20 метрлі бетон қабырға жолдың үстінен құлады. Салдарынан бірнеше адам қаза тапты. Осылардың қатарына Геймин есімді студенті қосылуы мүмкін еді. Егерде өзіне қарай ұшып келе жатқан тастан қолындағы Nokia Lumia 220 телефонмен қорғанбағанда. Қабырғаның тастары телефонды жарамсыз қылғанымен негізгі соққыны өзіне алғандықтан басына қатты зақым тимеген. Осыдан кейін Microsoft компаниясы шетте қалмау мақсатында Гейминге жаңа Nokia Lumia 640 XL телефонын сыйлады. Осыдан 2 айдан кейін Филиппиндегі қақтығыстардың бірінде телефон милиция қызметкерінің өмірін құтқарып қалды. Милиция қызметкері Демар Муана есірткі сатушыларды ұстау барысында атыс басталды. Оқтардың бірі тәртіп сақшыларына келіп тиді. Демар кеуде тұсында қатты ауруды сезді. Өлдім ба деп ойлаған еді. Алайда оқ кеуде қалтасындағы Samsung E1200 телефонына тиіп, милиция қызметкерінің өмірін сақтап қалды. Осыған дейін 2 жыл алдын ақш-тың Флорида штатында қарулы қылмыскер көлік заправкасын тонау кезінде сол жердің қызметкерлерінің біріне оқ атқан. Қылмыскер кетіп милициямен жедел жәрдем келген кезде сөзсіз таңғалған болу керек. Тексерген кезде оқ жәбірленушінің қалтасындағы HTC телефонына тигені анықталды. Жігітке үлкен зақым тимегенмен телефон толық жарамсыз болып қалды. Бұны естіген HTC компаниясы шетте қалмау мақсатында жігітке жаңа HTC телефонын сыйлады. Осыған ұқсас жағдай Атлантада да болды. Түнгі клубтардың бірінде көп кездесетін төбелестің бірі басталды. Ол жерде жұдырықтасып қана қоймастан суық қаруды қолданды. Атылған оқтардың бірі HTC телефонның батарейкасына тиді. Сол арқылы егесінің өмірін құтқарып қалды. Негізінде телефондар әлемде көптеген адамдардың өмірін құтқарып қалған кездер болған. Бұндай оқиғалар айта берсек көп. Мысалға мына iPhone 7X-тің неге айналғанын қараңыз. Лас-Вегастегі атыстан ұшып келе жатқан оқтың бірі телефонға тигендіктен егесінің өмірін аман алып қалған. Және де Парижде болған террористік шабуыл кезінде Samsung Galaxy S6 смартфоны жарылыстан басына ұшып келе жатқан бөлшектен құтқарып қалған. Бағына орай сол кезде бала телефонмен сөйлесіп келе жатқандықтан басына жақын жерде тұрған. Мықты телефон өміріңді құтқарып қалады деп өзіңе мынандай киім жасап алудың қажеті жоқ. Оның қуатының мықтылығына да назар аударыңыз. Неге дейсіз ба? Серуен кезінде 70-ге келіп қалған Лю Куанмин есімді турист Тайвань тауларында жардан құлап адасып қалды. Бағына орай 5 күндік іздеуден кейін ескі Nokia телефонының арқасында тапты. Егерде Лю Куанминде жаңа телефон болғанда, оның қуаты 2-ші күннің өзінде-ақ бітіп қалушы еді. Ұлыбританияда iPad 14 жасар қыздың өмірін құтқарып қалды. 2009 жылы Софи Прост құрбысымен жаңбырдан қашып, талдың панасына тығылды. Сол сәтте үстіне найзағай ұрды. Найзағай мойнында еркін тұрған наушниктерден өтіп, iPad арқылы жерге кетті. Осыдан кейін мойнында, кеудесінде күйіктің ізі қалған. Қызды тексерген дәрігерлердің айтуынша, егерде iPad-ы болмағанда, қыз аман қалмас еді дейді. Қуанышқа орай наушнигі құлағында болмаған екен. Австралияда дрондар судағы 2 адамның өмірін құтқарып қалды. Құтқарушылар дронмен айналаны күзетіп отырып, күшті толқыннан жүзе алмай жатқан адамдарды көрді. Дрон оларға ауа толтырылған шарды тастады. Оның көмегімен адамдар жағаға жетіп алады. Міне осылай қазіргі кезде гаджеттер адам өмірін құтқарып жатыр. Достар, егер видео ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.